Саламатсыздар ма? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құдық құрағын тігу әдісін көрсететін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, немесе дизлайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әр құрақтың атауында бір мән бар. Мысалы, мына құдық құрақ ортасындағы су. Тастай батып судай сің деген мағынаны білдіреді. Сол себептен тұрмысқа шыққан қыздың жасауына құдық құрағынан тігілген көрпелерді міндетті түрде қосады. Бізге екі түсті мата керек. Мен жасыл мата мен ақ матаны таңдадым. Лентаның ұзындығы өздеріңіз қалауыңызбен, ені 3 см болады. Табандыққа бөз, шыт немесе сәтен болады. Ені 21-21. Ортасына атлас 4-4 см. Табандықтың ортасын белгілеп алуымыз керек. Сондықтан қиғашынан бүктеп, ортасын белгілеп аламыз. Алдыңғы видеоларда бар, ортасын қалай шығарған, соны көріп алуларыңызға болады. Квадратты ортаға қойып, 4 бұрышын келтіріп аламыз. Машинканың қадамын екіге қойып алып, айналдыра тігіп шығамыз. 4 жағында тігуіміз керек, өйткені бұл атлас сетінегіш келеді. Артылған жіптің бәрін қиып аламыз, артық жіп тұрмасын. Артқа қарай жүреміз. Енді жасыл лента қиып аламыз. Лентаның түгін төмен қарай қойып тігесіздер. Лента мен астындағы атлас екеуі қатар жату керек. Сол кезде ортасындағы квадрат өз пішінін жоғалтпайды. Артқа қарай тігеміз. Лентаны қайырып, лентаны астыңғы құрақтан 1 мм асырып барып қиясыздар, әйтпесе қысқа болып қалады. Алақаныңызбен жайып, екінші лентаны тігесіздер. Бұны да түгі төмен қарап тұрады. Құрақтың барлық жерде түгінің төмен қарағанын қадағалап отырасыздар ғой, өйткені бір мата болғанмен де екі түс беріп тұрады. Шетін қиып аласыздар. Бұл жерде де 1 мм артық қиясыздар. Өйткені құрақ болғаннан кейін бұл жуылады, төселеді, үйкеледі. Сол кезде анау шеті өте жақын болып тігілсе, ажырап кетеді. Сөгіліп кету қаупі бар. Сондықтан сәл берірек 1-2 мм, 4 мм-ге дейін ішке қарай алып тігулеріңізге болады. Тағы да жасыл қатар кетеді. Түгін төмен қарай ұмытпайсыздар. Артқа бір қадам жүресіздер. Лентаны қиып аламыз. Бұл жерде де жаңа ескертіп айтты. Тағы да ескертемін. Бұл жерде де сәл асырып қиясыздар. Ортасы квадрат болып шығайын деп тұр. Өйткені туралап тікпесеңіздер, лапканың шетінен асып кетіп тұрса, ленталарыңыз ортасындағы атлас өз пішін жоғалтып алады. 4 бұрыш өзінің пішін жоғалтып алған жағдайда, ол кезде құрақтарыңыз сәйкес келмей қалады біріне бірі. Бірінші қатардың жасылын тігіп болдық. Енді екінші қатардың ағын тігеміз. Екінші қатар толық ақ лентамен тігіледі. Ақ лентаны түгін төмен қарай қоясыздар. Бұл жерде де дәл сол жасыл қалай тігілді, дәл сондай екінші қатарда тігіліп отырады. Артқа қарай шамалы жылжимыз. Лентаның шетінен 1 мм асырып қиып аламыз. Тағы да ақ лента қойылады. Лапканы басып, лапканың шетімен төмен қарай тігіп шығамыз. Астарын жаймен алақандарыңызбен жайып, жаймен басып тартып отырасыздар, әйтпесе құрақтарыңыз бүрісіп қалуы мүмкін. Артқа қарай қадам жүреміз. Лентаны 1 мм асырып отырып қиып аламыз. Тағы да ақ лента кетеді бұл жерге. Астын қадағалап отыруды ұмытпайсыздар, өйткені бұл мата велюр болғаннан кейін сәл бүрсіңкіреп қалуы мүмкін. Астындағы табандықтан бірдей болып тігілу керек.
қиып аламыз. Екінші қатардың соңғы ақ лентасы. Алақандарыңызбен жаясыздар. Құдықтың пішіні шығып келе жатыр. Төмен қарай жүреміз. Артқа қарай тағы да қиып аламыз. Үшінші қатар жасыл түс бен тігіледі, айнала дәл сол бірінші, екінші қатарының тәсілімен тігетін боласыздар. Одан кейін төртінші қатар ақ түспен тігіледі, бесінші қатар жасыл түспен тігіледі. Өстіп бар қатарды тігіп шығасыздар. Соңғы қатарды тігіп болдық. Енді шетін айналдыра тігіп өтеміз. Төрт қатарды айналдыра тігіп өтеміз. Айналасын тігіп болдық. Енді шетіндегі артық маталарын қиып тастаймыз. Айналасын қиып алдық, әдемілеп. Бізде енді әдемі құдық құрағы шықты. Осы құрақтармен әдемі көрпелер тігуге болады. Басқа құрақтармен біріктіріп. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.